Академик педагогика ғылымдарының докторы профессор Төлеген Тәжібаевтың есімімен аталатын мектепте ұлы тұлғаның ескерткіші ашылды. Мектеп ауласында орнатылған ескерткіш жас ұрпаққа үлгі боларлық, тұлғаның жарқын бейнесін мәңгілікке дәріптеу жолындағы маңызды қадам. Бұл бастама жасөспірімдердің отансүйгіштік сезімін арттырып, білім мен ғылымға деген құштарлығын оятуға септігін тигізеді деп күтілуде. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. Оқушыларды білімге шақыратын бұл шараға білім саласының ардагерлері, ұстаздар, оқушылар, ата-аналар және жергілікті билік өкілдері қатысты. Салтанатты жиында сөз алған Төлеген Тәжібаевтың қазақ ғылымы мен білім беру жүйесіне қосқан сүбелі үлесін атап өтіп, оның мұрасы жас ұрпақ үшін үлгі екенін жеткізді. Әрине, осының барлық айналайындар тәуелсіз мемлекетіміздің, егеменді еліміздің, мынау желбіріп тұрған көк туымыздың, ән ұранымыздың, шекарамыздың шешіп алған кездегі жетістігі әрі жемісті. Міне тарих ешқашанда ұрпақ үшін, ел үшін қызмет еткен азаматтарды ұмытпайды. Міне солдың бір айғағы мына бүгінгі. Міне сондықтан үлкен тілегім, өскелең ұрпақтарым айналайын. Болашақтың жаңа Қазақстанның тірегі жүрегі сендерсіңдер. Осыдан үлгі алады деген сенімдеміз. Мінекей біздің қазағымыздың білімі даму үшін атсалысқан Төлеген Тәжібаев аталарынан мектептерінің аты берілген сол кісінің мінекей мүсіні бүгін ашылып отыр. Не деймін, сол кісінің жолын берсін бәріңе, аманшылық болсын, есен сендерді біз жоғарыдан көрейік. Бұл нағыз қазақтың білімді болу үшін атсалысқан азамат. Сендер де солай болып өсет деп ойлаймын мен. Мектеп ауласында орнатылған ескерткіш ұлт зиялысының еңбегін ұлықтауға арналған маңызды қадам. Бұл бастама жасөспірімдерді білім мен ғылымға ұмтылуға, елге қызмет етуге, тәрбиелеуге бағытталған дейді. Ескерткіштің тұрғызылуына өз септігін тигізген азаматтар. Аз өмірінде көп қазаққа еңбегін сіңірген адам. Қазақтың қазақ болып қалуына, қалыптасуына көп қызмет істеп, сол аз ғұмырдың ішінде қанша із қалдырған кісі. Мынау бүгін осындай іс-шараның басында мынау мектеп ұжымына айтайын деп отқаным, айналайын, осындай кішкентай жас балдар, ауылдың балдары, біздің атамыз осы ауылда өскен кісі. Осы балдардан академия шығады, неше бір қазақтың болашағы шығады, оқымысы шығады. Сол үшін ұл қыздарымызды тәрбиелейік, мектепте үлгілі болсын, сабақ оқысын. Мынау енді бұл іс-шараның осындай дәрежеге жеткеніне жасыратушы осы Сарыағаш өңіріндегі ағайындардың үлкен қолдауымен іске асып отыр. Оның ішінде және өздеріңіз айтып отқан Бауыржан інімізге рахмет айналайын. Қанша еңбек күні түндемей жүгіріп осындай дәрежеге жеткізді. Жәндегі Бауыржанның алып отқан алғыс хаттары осы елдің ағайындарына деген алғыс хат. Тау тұлғалы азаматымыздың ескерткіші мектеп ауласында көтерілгені құптарлық іс болды. Бұл бір жағынан кейінгі жастар мен академик ұрпағының оған деген құрметі десекте болады дегенді айтты мектеп директоры. Осы орайда Төлеген Тәжібаев атамыздың мүсіні ашулы, ол кісінің 115 жылдығына тұспа-тұс келіп отыр екен. Біздің ұжым, яғни оқушыларым, барлығымыз үлкен рахмет айтамыз. Өте қуаныштымыз. Атамыздың есімі біздің мектепте 1957 жылы бастауыш мектеп болып ашылған. Сонымен 1957-2019 жылға дейін бастауыш мектеп болып дәріс беріліп келді. Ал 2019 жылы 30 қаңтар айында жалпы орта мектеп болып ашылды. Құрметті демеушілер, ақсақалдар, ауыл билері, қонақтар. Мына бүгінгі Төлеген Тәжібаев атамыз бір аунап тұрған шығар. Осы орайда, осы мүсінді ашқалы отырған қонақтар сіздерге алғысым шексіз. Алла сіздерге разы болсын. Біздің ауылдың үлкен қуанышына ортақ болып келіп отырғандарыңызға, демеуші жасағандарыңызға өзімнің атынан шын алғысым шексіз. Ескерткіштің ашылу салтанаты ерекше әсерлі өтті. Шара барысында мектеп оқушылары ұлы ұстазға деген құрметін шығармашылық өнер арқылы білдірді. Олар патриоттық әндер шырқап, көрермендерге рухани әсер сыйлады. Мейірхан Бақытжан Жасұлан Әлбеков, Нұрдәулет Жолбарыс, Сәтлер арнасының жаңалықтар қызметі.